Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен рулет пішінді медовик дайындайтын боламыз. Небәрі жарты сағат көлемінде өте тез әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең әуелі медымызды ыдысымызға салып, жақсылап ерігенше араластыратын боламыз баяу отта. Одан соң үстіне қантымыздан саламыз. Тағы да араластыра отырып, артынан сары майымыздан салып, барлығы еріп, біркелкі болғанша араластыра беретін боламыз. Араңызда әлі де каналыма тіркелмеген жандар болатын болса, төмендегі подписаться батырмасын баса кетсеңіздер, сіздер үшін алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Және де одан соң қаймағымыздың үстіне бір ас қасық ас содасынан салып, жақсылап араластырып, бұны да жаңағы массамызға салатын боламыз. Сол кезде араластыра отырып, сол кезде біздің массамыздың көлемі үлкейіп, осылай көбіктеніп ағаратын болады. Одан соң баяу оттан ыдысымызды алып, аздап суығанша қоясыз. Одан соң бөлме температурасына дейін суығаннан соң бір дана жұмыртқамызды ішіне салып, тағы да араластыратын боламыз. Артынан електен өткізілген ұнымыздан салатын боламыз. Ұнның барлығын тез қосып тастамаңыз, осылай аз-аздан қоссаңыздар, сол кезде ешқандай түйіршік, комок болып қалмайды, өте жақсы араласатын болады. Әрине қанша не керектігі жөнінде барлығын төменге описание бөліміне жаза кететін боламын. Сол жерге кіріп қарап оқып шықсаңыз болады. Одан соң протеинімізді алып, осылай ұзын көлемде барлық медовиктерімізді мен екіге бөліп пісірдім. Небәрі 10 минутта тез 180 градуста бізде медовиктеріміз дайын болады. Қатырып алмаңыздар. Креміне қолжетімді әрине бағада вареный сгущенка және де қаймақ қосып жасадым. Бұл бюджетный вариант. Әрине қаласаңыз сливкімен, сахарный пудрамен жасасаңыз болады, бірақ бұл вариант, мен жасаған вариант өте дәмді болып шығады. Міндетті жасап көріңіздер. Мінекей корждарымыздың осылай керегімен шерлерін алып кесіп аламыз да, түзеулеп, шеттерін әдемілеп, осылай ол жерлерін бөлек алып қойыңыздар. Соңыра крошкасына жағатын боламыз бетіне. Мінекей осылай кремдерін жағып шығып, мен рулет тәрізді, айта кеткендей, медовик жасайтын боламын. Осылай екі бисквитті бір-біріне қатар қою арқылы бір-біріне ішіне қарай орайтын боламын. Сол кезде көлемі үлкейіп, әдемі болып шығады. Мінекей рулетіміз дайын. Бетін осылай қалған кремдермен әсемдеп, бағанағы алып қалған артық крошкаларымызды сеуіп, қалауыңызша жеміс-жидектермен немесе кремдермен әсемдеп берсеңіз болады. Небәрі жарты сағатта тез әрі оңай дайын болады. Міндетті жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздер үшін алдағы уақытта өте керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Қазіргі таңда да каналымда кіріп қарасаңыз болады. Арнайы осылай рецепттердің түр-түрін шығарып отыратын боламын.